Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай тіске басар дайындайтын боламыз. Бұл тіске басардың ерекшелігі сыр қосылады. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші теркадан сырды жақсылап өткізіп аламыз. Осындай кішкентай жағынан өткізгендеріңіз дұрыс. Одан кейін осындай 3-4 бас чеснокты жақсылап езіп аламыз, майда етіп. Жаңағы дайындап алған сыр және де чеснок, оған 1-2 қасық майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырып, бөлек қоя тұрамыз. Помидорымызды да жақсылап жіңішке орташа бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 0,5-0,7 сантиметрде туралған осындай баклажан қажет болады. Баклажанды қызып тұрған осындай күнбағыс майына екі бетін жақсылап қуырып аламыз, қызартып. Мендегі баклажан, яғни қысқы мезгілге мен тоңазытқышқа салып, заморозить еткен баклажан болатын. Сол себепті аздап май шашырап жатыр. Егер сіздерде свежий баклажан болатын болса, бұдан да өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Егер болмай қалған жағдайда, осылай, егер замороженный баклажандарыңыз болса, қолдана берсеңіздер болады. Екі жағын қызартып қуырып болған соң, мен осы көріп тұрғандарыңыздай бумажный салфеткеге салып, артық сұйық майларын сіңдіртіп алдым. Одан кейін қажет ыдысымызға салып, яғни тарелкамызға бетіне жаңағы сырдан дайындап алған начинкамызды саламыз. Начинканы барлығына салып болған соң, оның үстін помидормен жауамыз. Помидорды жауып болғаннан кейін, оның үстіне тағы да начинкамызды салып шығамыз. Біздің тіске басарымыз дайын. Бұл тіске басарды кез келген отырыстарда, жаңа жылдық отырыстарда дайындауға өте керемет үйлеседі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.